Атласы әзірленді. Облыстық білім басқармасы өкілдерінің айтуынша, қазір лифт шаруашылығы, саябақ шаруашылығы, қонақ үй бизнесі мен қоғамдық тамақтандыру бизнесі секілді мамандық иелері жетіспейді. Сондықтан алдағы оқу жылынан бастап аталған кәсіп иелерін жергілікті колледждер оқыта бастайды. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Ақтөбе құрылыс техникалық колледжінде 600-ге жуық студент оқып жатыр. Олар дәнекерлеуші, құрылысшы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және энергетика саласындағы 6 жұмысшы кәсібін игеріп жүр. Алдағы оқу жылынан бастап мұнда лифт шаруашылығы және эскалатор мамандығы да ашылады. Білім ордасы әкімшілігі материалдық техникалық базасын даярлауға кіріскен. Оқу үрдісіне қажет жаттығу құралы да жеткізілді. Өңірдегі лифт шаруашылығына қызмет көрсететін кәсіпорын әлеуметтік серіктес болды. Әзірге бізде жаңа сол мекеменің жұмыс жасайтын мамандары бар ғой, соларды тартамыз деген келісім шартымыз бар өзіміздің. Және де сол кәсіпорындармен бүгінгі күні жаңағы әдебиет мәселесі, кітаптар мәселесі де шешіліп жатыр. Олардың базасында да олар бізге кабинет дайындап отыр. Ертеңгі күні тәлімгер есебінде белгілі бір кәдімгі практиканы өткізген үшін жалақысын алады. Колледж студенті Виолетта Лешенко лифт шаруашылығы шеберіне сұраныс артпаса кемімейді дейді. Себебі урбанизация нәтижесінде қалалар өсіп, көпқабатты үйлерде күн санап бой түзеп келеді. Мұны ескерген кешегі талапкердің өзі құрылысшы мамандығын таңдаған. Я являюсь участником республиканского чемпионата World Skills. Жоғары білікті шебер болғым келеді. Ол үшін World Skills байқауына қатыстым. Ең жас маман деген медаль алдым, бірақ мақсатым бас жүлдені иелену. Құрылыс жұмыстары маған ұнайды. Оның ішінде сәндік сылақ, ғимарат бөлмелерін сылақпен әшекейлеуді ұнатамын. Облыстық білім басқармасы өкілдері жеткіншектердің жұмысшы мамандықтарына қызығушылығы артқанын айтады. Мәселен, 2022 жылы мектеп түлектерінің 20% аталған саланы таңдаса, былтыр олардың саны 28%-ға дейін жеткен. Биыл бұл көрсеткішті тағы 17%-ға өсіру көзделіп отыр. Ол үшін оқушыларға арналған кәсіптік бағдар беру бөлмелерін ашып, өңірде тапшы мамандықтар базасы құрылады. Кәсіп иелерін өндіріс орындарының тапсырысы бойынша даярлауда нарық сұранысын қамтамасыз етеді. Кәсіпорындардың өзінің тапсырысы негізінде қабылданған мамандар 100% жұмысқа орналасатын болады. Мысалы, өткен оқу жылында 700 осындай кәсіпорындардың тапсырысы негізінде студент қабылданған болса, биылғы оқу жылында сол кәсіпорындардың арнайы тапсырысымен оқытылатын студенттер санында арттыру жоспарланып отыр. Аталған колледж биыл лифт шаруашылығы және эскалатор мамандығына 25 студентті қабылдайды. Білім ордасы басшылығы олардың барлығы да оқуды тәмамдаған соң жұмысқа тұратындығына сенімді. Себебі қазірдің өзінде 2 бірдей ірі компания лифт шеберлеріне тапсырыс берген. Мансұр Исхожин, Болатбек Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе, 24 KZ.